Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздермен осындай өте тез әрі 15 минутта ғана жасалатын пирогпен бөлісетін боламын. Ол өте оңай, әрі дәмді, әрі қонақ келе жатқан кезде тез дастарханның мәнін келтіретін пирог. Дәл осындай кез келген печеньені алсаңыз болады. Қара печенье болса да, ақ печенье болса да, өз еркіңіз. Дәл осылай қалаған ыдысыңызға қойып, қалаған креміңізді жасасаңыз болады. Мен мұнда қаймақ пен сгущенканы ғана араластырдым. Дәл осы жаңағы жасаған печеньенің үстінен сол кремдерімізді жағып, әдемілеп, үстінен қайтадан печеньемізді қойып, дәмді әрі тез пирогты жасап аламыз. Бұл менің балаларыма өте қатты ұнады. Қонақ келетін алдын дәл осылай жасап дастарханға қойып едім. Ешқандай да пирог қалмады. Дәл осылай бетін қалаған нәрсемен әсемдесеңіз болады. Жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Назарларыңызға рахмет.